Armağanızlar, hurmatlı telegörçüler. Жалпы ысымы темамыздың Аттила қырғыздарының Заназалу батыры. Бүгінгі қарайтылған тема гундар герман дастандарында. Енді мен ұшыға сен айтып жатсың, герман ұрылары жармысы гундарға қосылды. Оскоттар гундарға бағынып бергеннен кейін гундарға қосылып, гундармен шеріктес елдер болып жүрді. Оскот деп атауыз Оскот бұл деле бір ел емес. Бұл жаңа құрама ел Оскоттар. Гундар деле айтып кетіп адам, бұл құрама ел, Оскотта деле құрама ел. Бұларға мындай ұсымдар бар Оскоттардың арасында. Герулдар, Гепиттер, Рудилер, Türingter, Turzlingter, Skirler, Schwabtar, Alemandar, Greitungtar, Langobardtar, Gotondor. Bu Oskotlar German urular, morun emede tüştük Rusya'da yaşaşı 7 yıl Rusya'da memleketi var. Бірақ Гундарга бағынып бергенден кейін Гундарга қосылып Европаға тарап кетішті. Жана улуу ел көчүменен кетішті Европаға. Такай гун каганаттын ичинде Гундардан кейін мындай айтса экинчи ел болып жүрдү. Экинчи күч болып жүрдү. Алардын хандары Валамир, Лаодарих, башкалар Дитрих жана башкалар баардыгы Аттилага же башка хандарга башып, ошо гундан жанында така 200 жыл жүрүштү. Бирок Вестготтор Баламберден качкан. Баягы жылдар качып, алар жанагы бирөө жармысы эмеге кере качып, Балканга кере качып, кимдин чыгыш Ромдун жерлерине кере качып, ошол жерден башын калкалап калышты. Жармысы ылдый качып, Карпата жака, түндүк Карпата жака келип, ошол жерде славяндарды кыйнап, силер бизге кошулгула, 3 армия чогулткула, 3 түмен чогулткула, мундарга каршы салгылашабыз деп, ошо славяндарга ошондой талап койгон. Славяндар макул болгон жок. Анткени биз гундарды сагынбайбыз, эч кандай аларга биздин ишибиз жок, биз кошулбайбыз дегенде, Фриттигерн деген эмеси жана аскер министри Вестготтордун алардын мамлекети бар болчу Дунайдын жээктеринде, Румынияда, бүгүнкү Болгарияда алар кимде 70 жана славяндардын, антменеттердин бабаларын, аксакалдарын мыкачылык түрдө өлтүрүп койгон, жана дарактар касып. Ошондо славяндар Баламберге күчү чабарман жиберип, Баламбер жардам берип, алар сактап калган славяндарга. Славяндар гундарга кошулуп, ошо Вестготторду кубалап, жеңип, алар жана Балтика деңизинин жака, ылдыйкы түндүк жака качкан Вестготтор. Вестготтор да мындай бир эл эмес болчу, анткени алда курама элдер болчу, курама уруулар. Мындай арасында мындайлар тарыхта калды. Байерлер, Готиндер, Неметтер, Гестер, Нидерфристер, Хансендер, Маркамандар. Тарыхта улардын ысымдары бар, Вестготтордун. Анан жанагы эме гун империя, гун каганаты таркап кеткенден кийин, 6-чы кылымдын башында таркап кеткенден кийин, ошондо герман уруулар Германияга көчүп келишти, ошол жерге жайгашты. Оскоттор мурунку гундарга шериктеш болуп жүргөн элдер Германиянын чыгыш жагына жайгашты. Вестготтор гундарга душман болуп, кас болуп жүргөндөр Германиянын батыш жагына жайгашты. Кас деген байыркы гун сөзү, кыргыздын сөзү, кас деген душман деген сөз. Душман деген сөз кийин алынган. 10-11 кылымда душман деген сөз бул эме перстин сөзү, душман деген сөз. Персия, фарсиден. Өзбүздүн накта сөзү кас. Анан кас болгондор алар жака жайгашты.
Anda aşkında da çegarası Germanya'nın ortasında Weser деген çoğun darya var. Weser. Reynden içine küçülük, özüm şöyle çoğun darya. Weser Germanya'nın ikiye bölüyor. Onun жағында жаңағы gün çıkış жағында ayakta Oskottor, sol жағында Вескоттор. Oskottor gündарға şerikteş, жақсы дос болып жүрген, а Вескоттор қас болып жүрген. Қас болып жүрген. Анан жана Германияның тарқаған, бұл уақытқа шейін тарқаған жазу түрінде 11-ші ғылымға жазылып қалған тарқаған дастандар, башқа орысша айтады, сказание дейді, немісше готша, зага дейді, сага дейді. Емелер екіге бөлінеді. Оскоттордан тарқаған, Оскоттордан еметкен шығарған, алардан жазылған дастандар гундарды абдан жақсы көрсетеді. Мұндай әбирлі, айкөл, ақ көңіл, боғыркер, жардамға даяр, ынсапту деп көрсетеді гундарды. Жақсы жана сөздермен суреттейді. Тарихта осындай дастандар бар. Этцель деген Атила. Кейін емендер тығыштар алмасқаннан кейін тыцы болып қалды неміс тілінде. Атила Этцель болып қалды. Этцель жөнінде дастан. Хильдебранд жөнінде дастан. Эрманарихтің өлімі жөнінде дастан. Вилан жөнінде дастан. Hervar жөнінде дастан. Dietrich von Bern жөнінде дастан. Енді бірден айтып берейін, Dietrich von Bern жөнінде дастанды айтып берейін. Dietrich деген жаңағы Bern деген шаар, Bern деген королдық Швейцарияның ортасында. Бүгін Швейцарияға чағындығы Bern. Осы жерде Dietrich деген жас ханзада екен. 18-де королының Дитмардың баласы. Бірақ атасы Дитмар bir salgılaşуда kurban болып қалды. Анан бұл мында айтқанда жетім болып қалды. Апасы да жоқ, емесі да жоқ. Бірақ 18-де өзі ханзада хан болуш керек, өзі король болуш керек. Бірақ королдықты bir туған тәйекіз 70-тегі Херманарих деген бермейді екен бұға королдықты. Андан да тышқары, анан жаңағы қорықтысын 16 жашар сұлуыны, Гудрунду қармап алып, өзіне алып келіп, жаңағы бір мұнараға аны қамап қойды екен. Сен маған тиісең, анда мен сені босатамын деп. Ал сұлу Гудрун саған тиюем де, өлем де саған тиюем деп, осындай талап қойды екен. Дитрих болса қашат екен аяқтан келе. Енді өлтірем деп, жаңа тәйекесі, Херманарих деген тәйекесі өлтірем деп, осындай аны іздетіп жүріп тұр. Анан Дитрих қачып жүріп, Пуштаға келеді екен. Пуштаға Атилаға келеді екен. Атилаға келсе, Атила жоқ екен, Атила сол мезгілде емеге кеттір, асқа жүріске кеттір, Кавказға кеттіктір, жоқ екен. Аны үйінде Эрихан Атиланың ордасында, Эрихан деген байбичесі бар екен. Алым бұлады Дитрихті тозып, жақсы хан сарай беріп, жақсы чоң бозы беріп, малай беріп, оқаттарын беріп, аны сен күтіп тұр, 3-4 айды келеді деп, аны тамақ беріп, аны осы жерде қанаттар деген қонақтап, жаңағы Дитрихті. Аны 3 айдан кейін күзінде кім келеді екен? Атилла аскер жүріштен. Аны Дитрих алдына түсіп, осыны өтін үшін айтады екен, осындай болып қалдым. Мен атам сен сыйласы екен, досын деген осындай болып қалды. Десі Атилла айтады екен, мақұл, анда мындай қылалы. Мен саға 5 түмен берем, аны жаңағы кімде төлөкті жібереді екен. Дитрих менен бар мына 5 түмен босатып қала. Жаңағы сұлу Гудрунды босатып қала. Деген жасалағыла. Кімде Херманарих деген 70-тегі тәйекесін. Анан 70-тегі тәйекесі біліп осында гундар келетеді, Дитрихті қорғанға келетеді деп, біремеден дариядан өтем деп, қачам деп, осы чөп кетеді өзіміз. Чөп кетеді. Ал Гудрунды босатып, анан кейін осы жерде той болады, үйленіп той, бұл үйленеді. Аны осында адамдардың жаңа Госкоттордың алдына шығып, Дитрих айтады, мен болса
Атиллаға мен өмір бойы мен разымын. Атилла деген мен өкіл атамын. Мен Атилланың өкілі боламын осы жерде сіздерге. Осы жерде боламын. Өмір бойы Атилланы сыйлайын деп осы жерде ант берді. Жаңа буындар боғырке жазламға даяқ деген осындай сөздермен ұшыл дастан сөттеледі. Буындар Атилла жөнінде. Атилла жаңағы әділеттілік жақта тұрады деген сөз. Бұл дастандар үшін бүт осы жаңа айтқан дастандар буындарды жақсы жағынан, жақсы мінезі жағынан оларды суреттейді буындарды. Бұл дастандар емеден тарқаған, кімден тарқаған, жаңағы Озготтардан тарқаған, Озготтар буындарымен шеріктес болды. Дәуір айтып кеш керек. Этцер Атилла жөнінде дастан деген дастан қадерден тарқады. Ал емеде жазылған Исландияда. Исландия деген жер, аз білесіз, Англияндар жағы, Гренландияндар жағы, 200 мың кісі жайды. Бүгін осы Исландияда. Осылардың тарқаттыр. Атли жөнінде дастан, Этцер жөнінде дастан деген жақында тарқатты. Антен исландықтар Озготтың бір ұруғы екен. 7-ші ғылымда денеспен жағы қайқына жүріп ашықты. 7-ші ғылымда. Осы оған өзінің дастан тәқалып кеттір. Азыр да осы дастан әқті бар. Жаңа мұнда айтқан ұлттық дастан. Атилла жөнінде баян деген дастан осы жерде бар. Емеде Исландияда. Еме да бір түр дастан бар. Өзіден батыс жағы әқан Вестготтар жағысқаны. Вестготтар таққай емен дұшманы бол. Бірінші дұшманы осы гундар дұшманы, славяндар дұшманы. Вестготтар бол. Вестготтар жағысқан. Алардан тарқаған емелер дастандар абдан жаман түрді, абдан мұндай негативті көрсетеді гундарды. Гундар деген арамза, гундар деген Атилла зөкір, Атилла гундар қатал, қу, сөзге тұрбас, ташпор, ырайымсыз, осындай негативті сөздерімен сүреттеді гундарды. Аяқта мұндай dastanlar пайда болған. Киддерек жөнінде дастан, Нибелунги жөнінде дастан, бұл абдан дүниеге маңызы бар дастан. Нибелунги жөнінде дастан, Атли жөнінде дастан, гундарменен сағылашу жөнінде дастан, Вөлсүн жөнінде дастан, Брунхильда жөнінде дастан. Ақырғы дастанды мен айтып кетейін. Брунхильда жөнінде dastanды. Брунхильда Зигфрид деген королдың қызы, кіші қызы. Андан ұлы 3 байкесі бар. Гунтер, Хаген и Хагни. Бұрын атасы соғышта құрбан болғаннан кейін Брунхильда осындай бір пландаштар, королева мен болсам. Осыған үшін осындай планды іске атқарыш үшін Атиллаға тұрып қашады. Атилла келіп Атиллаға айтады: мен Атилла саған тиемін, сен мені ал. Бірақ маған жардам бер. Менің 3 бір тұрғаным бар. Ұлысы Гунтер, ортасы Хаген, андан кішісі Хагни. Осылардан мені құтқарып, оларды жоғалтқаннан кейін мені сайла, мен жаңағы емелерге, Вестготтарға королева болам. Осыменен бүт осы еншіға таңдап келем, бұл көз осыны басқарамыз деп осындай план түзіп. Атилла екеуі. Анан ұлы байкесін Гунтерді қонаққа шақырады. Қонаққа шақырып жақсы тамақтарын беріп, анан сейілдеп қорады басып жүрген жерде осы бір чоң аң бар екен. Аңның ішінде ажыдарлар бар екен. Түтіп жіберсек ажыдарларға. Ажыдарлар ұлы байкесін Гунтерді жеп қояды. Ортаншы байкесі Хагенді қонаққа шақырады. Қонаққа шақырып, алдап, бір әмек алып келеді бақшаға. Бақшаның ішінде чоң аң бар екен. Аңға түтіп жібереді, үстін жауап қойады, темелерімен жауап, су қой береді. Ана чөктіреді, өлтіреді. Гичи байкесін Хөгнені шақырады, ал Гичи байкесі 20 екен, Хөгне алда ештекені білбей қонаққа келеді. Атилла, анан Брунхильдаға аналар у беріп, өлтіршеді, өлтіршеді. Осы менен жаңағы Брунхильда мен Атилла Германияның барын басқарып қалсақ, жаңа 3 емелерді өлтіріп, мұқатшылық түрде, қулық түрде, аларды алдап, осанды өлтіріп алады. Өлтіріп,
Германияны башкарып калышты. Атила менен Брунхильде. Муну карап ошондо мына көрүнгөн катал, куу, ташпор деп ошондой сөздөр менен баары сүрөттөлөт. Атила анан Гундар. Дагы айтып кетем буга. Англосакстарда да жана дастан бар. Мына Виджит жөнүндө дастан. Мына жерде Атила жөнүндө бул жерде байыркы англис тилинде жазылган бул Виджит жөнүндө дастан. Виджит деген булар жанагы Виджит деген бир эме бар экен, англосакстардын королу бар экен. Ал Атилага каршы чыкканда Атила аны калп эле мен сага дос болом, мен сага багынам, мен сага сен бүттү айткан талабың кылам, калп эле аны өзүнө чакырып, конокко чакырып, анан ошол жерде ошо Виджитти өлтүрөт экен да. Ошол жакта бул да жаман дастан, анткени жаман негативдүү дастан, Гундар да Атиланы жаман көрсөтөт. Анткени англосакстар булар Вестготтордон таркаган. Вестготтордон таркаган, англосакстар. Яна мен айтып кетпедимби? Дагы бир лекцияларда 451-жылы армия Британиядан чыгып кетти. Анда Британия болсо, Англия деген сөз жок болчу. Британиядан чыгып кетти. Ошондон кийин жанагы аяка эч кандай румдук, римдик бийлик аяка тигилер бриттер киргизген жок. Эч ким киргизген жок. Бийликте алардан бошонду. Бирок 7-8 жылдан кийин, 10 жылга жетпей, даталар башкача даталар бар тарыхта. Yani Katalan savaşıdan keyin Anglo-Sakslar ar jakta bolчу. Вестготтордон кошо Гундара каршы сагылашкан, Озготтор каршы сагылашкан. Каталан сагылашыдан кийин Anglo-Sakslar Британияга кирип барып, анын өзүнүн бийлигин түзөт. Бийлигин түзгөндө ошол жерде кичинекей жерде 7 королдук түзөт. 7 королдук, 7 хандык түзөт. 2 Англ, 2 Сакстык, анан бир юттук. А ошо Anglo-Sakstan таркаган жана Гундардын кастары Виджит деген бул жана дастаны. Эми да айтып кетиш керек. Озготтордон таркаган дастандан негизги ой эмеси Гундар, Атилла башкалар адилеттүү эл болчу. Адилетти абдан сактачу, адилеттүүлүктү абдан сактачу деген ошондой маалимден кетет. Ошо анткени ошон үчүн бизде мисалы бүгүн кыргыздарда башка түрк тилдеринде адилет деген сөз Атиллага оңгусу бир деп эсептелет. Атилла менен адилет оңгусу бир деп эсептелет. Ошондой мааниде бар да. А эмелерде герман тилинде Эдел бул да оңгусу бир, Атилла менен оңгусу бир. Эдел бул да адилеттүүлүк деген сөз, чындык деген сөз. Ошондо көрсөтөт. Ошондук жана Вестготтордон жаман ойлор таркаса, жаман мүнөздөмө таркаса, Озготтордон жакшы ойлор, жакшы мүнөздөмөлөр, жакшы дастандар таркаган. Ошондо негизги касиети Гундарды Атиланы бул адилеттүүлүк болчу, адилеттүүлүктү сактаган кишилер, адамдар болчу булар. Деген ой менен ошол дастандар ичинде ошондо идея, ошондо ой пикир бар. Каныңызга чоң рахмат, ден соолукта калыңыз.